Баршаңызға сәлем, каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге дәмді әрі өте тойымды болып шығатын рулеттің рецептісімен бөліскім келіп тұр. Әдеттегідей керекті тағамдардың құрамын видеоның астына жазып қоямын. Алдымен біз сырный корж дайындаймыз. Ол үшін сырды үккіштен өткізіп аламыз, яғни теркадан үстіне 3 жұмыртқамызды жарып, араластырып аламыз. Араластырып алған соң қаймағымызды немесе майонезімізді салып, тағы да бір рет араластырып аламыз. Одан соң үстіне ұнымызды саламыз және куркума саламыз. Куркума болмаса, сары түсті пищевой красительдерді де сала беруге болады. Жақсылап араластырып аламыз. Дәміне қарай тұзын, бұрышын саламыз. Массамыз біркелкі болып араласып алған соң, пергамент қағазы төселген противенге сырный коржымызды жұқалап жаямыз. Жайған кезде бәрі бір тегіс болу керек. Бір жерінде көп немесе бір жерінде аз болып кетпеу қажет. Осылай видеодағыдай жан-жағын 4-1 қылып дұрыстап аламыз. Және де 180 градуста қызып тұрған пеште 10 минут пісіріп аламыз. Коржымыз дайын болғанша салмасын дайындап қоямыз. Алдымен жуамызды ұсақтап турап аламыз. Мен салмасына еттің фаршын қолдандым. Сіздер тауықтың фаршында қолдана беруге болады. Ұсақтап турап алған соң жуамызды фаршқа қосамыз. Және де үстіне дәміне қарай бұрышын, тұзын саламыз. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша өзіңізге ұнайтын дәмдеуіштерді де сала беруге болады. Бәрін жақсылап араластырып аламыз. Міне коржымыз пісті. Піскен коржды осылай пергаментпен бірге бүктеп суытып аламыз. Суыған соң қайттан жайып, үстіне дайындап алған салмамызды жұқалап жағып шығамыз. Жұқалап жайып алған соң, рулет тәріздес етіп жинаймыз. Рулетімізді пергамент қағазына орап, немесе фольга болса фольгаға да орауға болады. Противен үстіне қойып, 30 минутқа 180 градуста пісіріп аламыз. Міне біздің рулетіміз дайын. Рулетіміз өте дәмді және тойымды болып шығады. Әр дастарханның сәнін келтіріп тұрады. Сізге де жасап көруге кеңес беремін. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Ұнаса лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Келесі видеоны жіберіп алмас үшін подписаться батырмасын басып қойыңыз.